Баршаңызға сәлем, мен бүгін сіздермен өте дәмді әрі тез дайын болатын, үйдегі бар заттармен дайындалатын шоколадты печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамыз бен қантымызды салып, 2 минутта венчикпен араластырамыз. Сосын сұйық майымыз бен суымызды құйып, тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін содамызды немесе қопсытқышымызды саламыз. Мен сода салдым. Сосын какаомызды саламыз және де ұнымыздың жартысын салып, венчикпен араластырып аламыз. Сосын қалған ұнымызды салып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қолымызға жабысып тұрады, бірақ өз формасын сақтайтын болады. Міндетті түрде ұнымызды електен өткізіп аламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін қолымызды маймен майлап аламыз. Сосын домалақтап, үстінен сәл басып жібереміз де, солай формасына келтіреміз. Қолдарыңызды міндетті түрде маймен майлаңыздар, сумен істесеңіздер, ол қолдарыңызға қамырларыңыз жабысып, формасына келмей қалады. Міне дайын болған печеньелерімізді 180 градуста қызып тұрған пеште 10-15 минут пісіріп аламыз. Міне осымен біздің печеньеміз дайын, жасап көріңіздер. Өте оңай әрі тез дайындалады. Барлықтарыңызға ас болсын.